Сирақтың артқы топ бұлшық еттері беткей орналасқан және тереңде орналасқан бұлшық еттерден құралады. Беткей орналасқан бұлшық еттерге бірінші біз жатқызамыз сирақтың үш басты бұлшық етін. Мускулюс трицепс сюра деп аталады. Ол беткей орналасқан балтыр бұлшық етінен мускулюс гастрокнемус және де оның алдыңғы бөлігінде орналасатын жалпақ камбала тәрізді бұлшық ет мускулюс солиустан құралатын болып табылады. Балтыр бұлшық еті мускулюс гастрокнемустың екі басы ажыратады. Медиальды басы капут медиали ортан жіліктің медиальды айдаршық өсіндісінің тақым ойысына қараған бетінен бастау алады. Латеральды басы ортан жіліктің латеральды айдаршығының төменгі бөлігінің артқы бетінен бастау алатын болып табылады. Және осы басталар нүктелерінің астында синовиальды қапшықтар орналасатын болып табылады. Және олар бізде төмен қарай бағытталады. Ендігі камбала тәрізді бұлшық ет мускулюс солиус деп аталады. Жалпақтау келген бұлшық ет ол асықты жілік шыбығы басынан және асықты жіліктің камбала тәрізді бұлшық еттік сызықшасынан бастау алатын болып табылады. Төмен қарай бағытталады және осы ортан жіліктің ортаңғы маңында мускулюс гастрокнемус екеуі бірігетін болып табылады және өкше сіңіршесі немесе ахилл сіңіршесі тендо ахиллсқа ұласатын болып табылады және төмен бағытта өтіп ретинакулум флексорумнан өткеннен кейін өкше бұдыры тубер калканаға барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі сирақтың швасты бұлшық еті бұл тізе буынында сирақты ию, сонымен қатар аяқ басын ию және өкшені көтеру қызметін атқаратын болып табылады. Ал аяқ басын мықтап ұстаған жағдайда сирақ пен санды артқы жағына қарай тарту қызметін атқарады. Табан бұлшық еті мускулюс плантарис деп аталады. Тұрақсыз рудиментті бұлшық ет болып табылады. Ол ортан жіліктің латеральды айдаршығынан және тізе буыны қапшығының артқы бетінен бастау алатын болып табылады және төмен қарай бағытталады. Асықты жіліктің медиальды айдаршығы тұсында ол өте ұзын келетін сіңіршеге ұласады және бұл сіңірше балтыр бұлшық еті мен камбала тәрізді бұлшық еттің аралығында орналасатын және де әрі қарай ол өкше сіңіршесіне ұласып, өкше сүйегі бұдыры тубер калканаға барып бекетін болып табылады. Негізгі қызметі тізе буыны қапшығын тартып, жаншылудан сақтайды. Ендігі терең қабатына тоқталамыз. Терең қабатына бізде 4 бұлшық ет жатады. Біріншісі тақым бұлшық еті мускулюс поплитеус деп аталады. Бұлшық ет жалпақ және қысқалау болып, тізе буынның артқы бетінде орналасатын болып табылады. Ол ортан жіліктің латеральды айдаршығынан және тақымдық доға тәрізді байлам лигаментум аркуатум поплитумына бастау алатын болып табылады. Және төмен қарай бағытталады. Медиальды қарай бағытталып, асықты жіліктің проксимальды бөлігінің артқы бетіне барып бекетін болып табылады. Негізгі қызметі сирақты иіп, ішке қарай бұрып, сонымен қатар тізе буыны қапшығын тарту қызметін атқарады. Башпайларды бүккіш ұзын бұлшық ет мускулюс флексор дигиторум лонгус деп аталады. Екі қауырсынды бұлшық етке жатады, өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұлшық ет талшықтары асықты жіліктің артқы бетіндегі камбала тәрізді сызықшадан төменірек және сирақ бұлшық еттерінің аралық табақшасынан бастау алатын болып табылады. Төмен қарай бағытталады және де ретинакулум флексорумнан табан бетіне қарай өтетін болып табылады және осы жерден ол екінші, бесінші башпайларға бағытталатын 4 сіңіршеге ұласатын болып табылады. Және бұл ары қарай сіңіршелер екінші, бесінші дистальды бақайшық негізіне барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі екінші, бесінші башпайлардың дистальды бақайшықтарын бүгу және аяқ басын иіп медиальды қырын аздап супинациялау қызметін атқарады. Бас бармақ башпайын бүккіш ұзын бұлшық ет, ол башпайларды бүккіш ұзын бұлшық еттің маңында орналасатын болып табылады. Және де бұл бұлшық еттің басталар жері асықты жіліктің төменгі
үштен екі бөлігінен және сирақтың сүйекаралық жарғағының артқы бетінен бастау алатын болып табылады. Төмен қарай бағытталады және ретинакулум флексорумнан өтеді. Дәл осыдан кейін ұзындау келген сіңіршеге ұласатын болып табылады. Ол сіңірше бас бармақтың дистальды бақайшығының негізіне барып бекиді. Негізгі қызметі бас бармақ башпайын бүгу және де екінші, бесінші башпайларды өзара байланысқан дәнекер тканьдар арқылы бүгу және сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Артқы асықты жіліктік бұлшықет бұл ең тереңде жататын бұлшықет болып табылады. Бұлшықет талшықтары сирақтың сүйекаралық жарғағының артқы бетінен және асықты жілік пен оның шыбығының артқы бетінен бастау алатын болып табылады. Төмен қарай бағытталады және де ұзындау келген сіңіршесі арқылы ретинакулум мускули флексорумнан өтетін болып табылады және одан әрі асықты жілік сүйегінің медиальды қапталын орай өтетін болып табылады және қайықша тәрізді сүйек бұдыры тубероситес осис навикулярисқа барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі аяқ басын бүгу және сыртқа қарай супинациялау қызметін атқарады.